Келесі Байдың балдары Шымкент қаласы Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті. Байдың балдары қолдасан қане, билейміз және ұлттық арнамен сіздермен. Ал келдік сіздер күткен әзілдерді, бай балдары Нұр Сұлтанға қазір келді. Күлдіреміз бүгін бәрін тағы да біз, ойламаппыз бұлай қатты сағынамыз. Қолдайық қане, сол жағылмай мане, оң жағылмай мане, ұлттық арнамен сіздермен. Кеш жарық Қазақстан ұлттық телеарнасының көрермендері. Бай болсаң балам. Осыны жаса қоян қояшы. Нешін? Неге білмейм, аяғыма бір бәле тіреледі. Дәужік болғасың онда. Көңілі өте күшті. Қытайға бір үйреніп қалдық. Алдында бірінші ойында сәл қобалжып, бір түрлі болып жүрек, білмейм, екінші ойында рахаттан жүрек. Еркіндік. Қас бірмейді. Тұрсынбек аға, менің әкемді жақсы білесіз. Алдыңғы ойында сәлем жолдадыңыз, досыңыз ғой енді. Сол сәлеміңізді жеткіздім, және әкем сізге хат жазып жіберді. Енді сол дүйім жұрттың көзінше осы хатты оқып беруге рұқсат етіңіз. Оқып берейін. Сәлем хат. Тұрсынбек, қалайсың? Қалайсың? Жақсы, аман сен бе іштер ғана. Есіңде ме, Шымкент қаласы 2004 жыл. Екеуміз Кентукки деген кафеде отырдық. Біраз отырдық. Отырып, соңында екеумізде тұрамай қалдық дейді. Сол кезде қасымызға Юля и Наташа деген достарымыз келіп, төртеуміз бір жерге бардық та... Құлағыңызға айтам ойдың. Құлағыңыз беріңізші. Сөйтістер қоя. Біздің папада қатыратшы, чау жасау. Ара-қарай. Мөлдір қалай. Бәріне сәлем айт, сәлемнен досың мамыр. Енді бағана құлағыңызға айтқан сөзді мына жерде оқып беріп жіберейін ба? Ойнап айтам, өзі сол. Енді Тұрсынбек ағаға еркелеп атырмыз, өйткені неге білмеймін, үйреніп қалдық. Тұрсынбек аға шынымен сізге қатқан бауыр басып қалдық, білмеймін. Енді біз енді Құдай қаласа финалға өтіп жатсақ, біз енді Шымкентке қайтпай қойсақ та болады негізі. Жақсы көріп қалдық сізді, білмеймін. Осы жерде жүре берсек, бір үй әперіп қойсаңыз, сол жерде тұра береміз біз. Басқа ештеңе керек емес. Бір үй әперіп қойыңыз, сол жетеді сол жерде. Жетеді соның өзі. Одан кейін әр баланың жеке-жеке үй әперіңіз, қысылып қалмасын десеңіз, не тұрады бұл кісіге әпере салады ғой. Сол-ақ бар болғанда. Егер жалғыздан жалғыз әрқайсысы әр бөлмеде тұрып жабырқайды ғой десеңіз, бір келіншек әперіп қойсаңыз. Сендердің келіншектерің бар ғой? Ата-енең қолында тұрады, қойсай, бақып, саудамыз базай, қойсай. Сосын жаңағы бұлар жаяу жүріп шаршайды ғой десеңіз, астымызға бір көлік әпересеңіз ол. Не тұрады ол? Жетпес әшейін. Жігіттерде шыққан. Жұмыс не істейміз? Жандос тыңдасың? Қойсай, Жандос, енді саған квартира қатыңды әперіп атса, машинаңды әперіп атса, жұмысқа тұрғызып қой, проблема ма бұл кісіге? Қасылады бұл кісі. Тұрғызады бастаған үшін аяғына шын жеткізу еркекті қан қасиет емес пе? Соны айтам ғой, сөйтіп өсіп өніп бәріміз бір әулет семейный араласып алдық ма, габониқта келсеңізші. Енді бұл әңгімеге не үшін таңғалып отырсыздар? Кез келген Астанада жүрген шымкенттіктердің артын қассаңыздар, біраз осылай көтерілген. Олай болса өздерінің жан рахаттары үшін Байдың балалары кеттік достар! 십년만 기다려, baby. Тағы кеш жарық достар. Достар, әнші Кәмшат Жолдыбаеваның ұзату тойында. Ал ағайын, Кәмшат қызымызды ұзатып шығарайық. Кәмшат айналайын, артыңа қарама. Сендер де Кәмшаттың артына қарамаңыздар. Достар, Голливудтық фильмдерді байқасаңыздар, пойыздың үстіне төбелесетін кадрлар бар. Сондықтан дәл сол кадрды Қазақстанда түсірсе.
Рахмет бауырым. Тоқта. Не болды? Ау, Не дейді? проводник апайға пастелді өткізіңдер дейді. Достар, қазақтың әрбір тойында осындай апаларымызды кездестіреміз. Ал ағайын ендеше орталарыңызға келесі тамаша тілегін ақтаруға. Ай, осы апаларымды тойдың бүкіл тамақтарын пакеттеріне салып алып, үйлерде тасита жүреді. Мә саған сарқытың керек пе, алып ал мә. Сен тамада вообще ұнамадың маған. Бүгін шірідің сен. Ой, апа, мен ойнамай тұрмын ғой. Мен сен Мәкең айтам көресің. Кім ол Мәкең? Макгрегор. Достар, гифтен бьюти-бокс сатып алған 80 жастағы атамыз. Апа, ата енді Тосын, ата, құтты болсын. тосын. Бити-боксың құтты болсын, бити-боксың. Рахмет, оны мен не істеймін? Өзіңіз қарайсыз енді, бити-бокс қой. Кемпірге берейін десем, кемпір кетті. Жібердік. Сіз ата енді. Келіндерге берейін десем, балдар келіндердің соңынан кетті. Енді бьюти-боксты не істеймін мен? Білмеймін. Не істеймін? Бүгін сағат 22:00-де бьюти-боксты ойнатып жіберемін. Отып алам десеңіздер, подписки бөлімдегі барша шалдарға тіркелеміз. Қолдарын жайындар, бата беріп жіберейін. Достар, барлығымызға белгілі Астарлы ақиқат бағдарламасының жүргізушісі Дина Төлепберген әдебиет сабағының мұғалімі болса қалай болады? Оқы және оқы депті қаперіне ойтып және оны халыққа жеткізіпті Ленин атты данышпан. Я, бұл әдебиет сабағы бұқпасыз, боямасыз болмыз, армысыз. Тактын шотырамыз балалар, әдебиеттің астарын ақтарамыз. Күйеуі 85 жаста, қабырғасы қаусаған 85 жастағы шалға Балқадиша тұрмысқа шығуы мүмкін бе? Бұл сиқыр сезім бе, әлде махаббаттың машақаты ма? Тең-теңімен, тезек қабымен, Жандос Еламанов сабақ айтамыз. Апай, мен дайын емеспін. Дайын емессіз, мүлдем қарамадыңыз, оқымадыңыз да. Кітаптың бетін Ой, ашпадыңыз. апай, ек қойып отырғызасаңызшы. Баланың жатқан бесігі, кең дүниенің есігі деседі. Баланың тәрбиесі үшін кім жауап береді? Ата-ананы. Жандос Еламановтың ата-анасын сахнаға шақырамыз. Ой, апай, ек қойасам. Келіңіз. Отырыңыз көге. Қош келдіңіз аға. Неге маскамен кіріп келдіңіз? Мен балам үшін ұялам. Балаңыз үшін ұяласыз. Не себепті? Мамасы екеуміз көріп қойды өткенде. Мамасы екеуіңізді көріп қойды. Ақыр бәрін масын шешесін шешілешмеш. Айбекпе, Дина, үйін жина. Баласынан адыра қалған әкесі ішімдікке беріліп кетті ме? Жоқ әлде баласынан баз кешті ме? Бүгінгі бағдарламада айтатын боламыз. Жалпы, аға, неге жылап тұрсыз? Қамықпаңыз. Қамықпаңыз, аға. Қамықпаймын, Дина. Неге жылап жатсыз? Дина, ата-енең сыйла. Аға, ата-енемді сыйлаймын, әрине, жыламаңыз. Біз сіз үшін көмек береміз. Ұлағатты ұстаздардың барлығы жинап, сіздің балаңызды оқытамыз. Жан. Болды. Бәрін біттірім. Не дейсіз? Ано Айгүл Иманбаева ма деймін да. Айгүл Иманбаева. Айгүл! Сабыр сақтаңыз. Осымен сабақты тәмамдағанды жөн көріп отырмын. Дина! Мен сұраға жоқпын, кешірім сұраймын. Бүгінгі сабағымыздың соңын мына бір өлең шумақтарымен тәмамдағанды жөн көрдік. Ең бірінші бақытым халқы менің соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқы менің. Екінші бар бақытым тілім деген, қас жүректі тіліммен тілім дедім. Кейде өмірден түңілсем де, қасиетті тілімнен, түңілмедім. Абай Құнанбаев, Жамбыл Жабаев, Мағжан Жұмабаев арнайы әдебиет сабағынан.
Қымбат достар, сәлемдесуіміздің соңында шын мәнісінде қазіргі сабақтар, яғни онлайн түрде өтіп жатыр. Мектептердің барлығы жабық, білесіздер. Бір түсінгенім, сабаққа, мектепке бармау коронавирустан да қауіпті. Соны ұмытпайық. Сіздермен бірге болған байдың балалары 2020 жыл. Жақсы, сәлемдесу осымен аяқталды. 4 команданың